Сәлем бердім көрермен, сіздермен мен Ақжолтай. Біз бүгін фронтенд курсын жалғастырамыз. 5-ші сабақ және CSS бойынша тақырыптарды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыпта height width, text align, font size, font weight, яғни тексттерді өзгерту әдістерін үйренеміз. Сонымен бастайық. Мен бұл HTML страницаға div деген бердім және ішіне image салып қойдым, картинка салып қойдым. Және класс бердім екеуіне, div1 және image деген. Сонымен көрейік, бізде не пайда болған. Бізде картинка және артында div тұр. Divті көру үшін біз divке background беріп қояйық, background color. Сұр беріп қояйық. Жаңартам және біз көріп тұрғандай, мына оң жағында картинканың оң жағында осындай сұр төртбұрыш пайда болды. Біздің картинка өте үлкен. Картинканы кішірейтейік. Ол үшін имиджге жаңа айтқандай width берейік. Width мысалы 200 пиксель болса, ол қалай болады екен? Картинка кішіреп қалды, бірақ div өз ұзындығын сақтады, себебі оған біз стиль берген жоқпыз. Енді біз width ғана емес, біз картинкаға біз height бере аламыз. Height ол биіктігі, сонымен оның 300 пиксель болсын. Көрейік, біздің картинка өте осындай созылып қалды да, онша көрінбей қалды. Ал жаңа біз не істедік? Біз width'ді беріп, height'ті бермеген кезде картинка дұрыс болған. Яғни оның биіктігі ұзындығына сай өлшенеді. Яғни 200 болды, ұзындығы 133 деген қайдан пайда болды? Ол автомат өзі есептеп шығарды, картинканы әдемі көрсету үшін. Енді height'ті берейік та, біз width'ді алып тастайық. Не болады екен? Біздің картинка үлкейіп кетті. Неге? Себебі біз height'ті бердік, нақты height биіктігі 300 болып еді, биіктігін 300 қылды. Оның өлшемдерін қарайық, қазір қанша болып тұр екен. Оның ұзындығы 300-де 451. 451 оның ұзындығы автомат өлшенді. Яғни біз width'ді бермесек, ол автомат өлшенеді екен. Яғни width'дің по умолчанию түрі, оның мағынасы auto болады. Auto деген автоматом оны width'ді өлше деген сөз. Егер екеуінде auto қылсақ, қалай болады екен? Ол картинкамыз біздің бастапқы күйге келді. Ең бірінші көрген кезде осылай болып еді. Яғни auto деген ол біздің по умолчанию ұзындықтар, өлшемдер. 200 пиксель, width'ге 300 пиксель бере салайық. Және auto дегенде жазбай қойсақ болады. Сақтаймыз, салыстырамыз. Біз енді пиксель деген ол нақты өлшем ғой. Мысалы, біздің div ол 1264 пиксель екен, мына жерден көріп тұрмын. 1264-ті 4-тің тура ортасына келтірейік картинканы. Біздің divтің ортамызына келтіретін болсақ, біз 1264-ті 2-ке бөлесек болады. 632 пиксель беру керек емес, width'ге 30 пиксель. Енді жаңартамыз. Бұлай тура ортасы болды. Бірақ біз кейде білмейміз ғой. Мысалы, экран кішкентай болуы мүмкін. Біз оның барлық экранға өйтіп жаза алмаймыз. Сондықтан біз процентті қолданамыз. Процент деген сөз енді түсінікті шығар. 50 пиксель, 50% берсек, біз парентке, парент деген енді қазақша аударатын болсақ атасы, ал div болса, image болса divтің баласы, қазақша баламасы, ол баласы. Сонымен width'ді 50% қылдық, көрейік не болатын. Жаңартамыз, тура жаңағыдай болды. 623-те 67. Тура бізге 50%-ын есептеп берді. Міне, мынаның divтің ұзындығы 1247-те 33 болып еді. Оны біздің браузер тура 2-ке бөліп, имидждің ұзындығын 623-те 67 қылып берді. Өте ыңғайлы.
процентпен қолдану керек. Процент өте ыңғайлы. Енді бүйтейік. Мынандай нәрсе істейік. Біз бізде width бен height-тің тағы бір түрі бар. Процент қана емес. Бізде мынандай нәрселер бар. VH пен VW деген. Бұл екеуін қазір өтеміз. Ол үшін біз мынандай не үшін керек екенін бірінші түсініп алайық. Біз бүйтейік. Мына экранның ұзындығынан мысалы diffтің ұзындығын біз 70% қылайық. Немесе 50% қылайық. Ол үшін width әрине сіздерге ойларыңызға процент келіп тұрған шығар. Процент жасауға болады. Жаңартамыз, ол дұрыс шықты. Ал биіктігін беріп көрейік. Биіктігінде мысалы біздің ұзындықтан 50% қылайық. Қазір жетпей тұр 50%-ға. 50% қылайық, көрейік не болатын. 50% жасадық, ештеңе өзгерген жоқ. Себебі біздің body'дің өзі, div ол body'дің баласы ғой. Body'ге қарайды div. Ал body HTML-ға қарайды. Сонымен body'дің ұзын биіктігі авто тұрғандықтан оның нақты биіктігі берілмеген. Оның нақты биіктігі полный экранның размері емес. Сондықтан ол биіктікті үлкейте алмайды, не кішірейте де алмайды. Сондықтан біз процентті бұл жерде қолдана алмаймыз. Біз бұл жерде VH дегенді қолданамыз. Салыстырып көрейік. VH біздің div ұзарды, көрдіңіздер ме? 50% ұзарды. Ол VH деген view height деп ұзақ жазатын болсақ, view height. Яғни біздің қазір көріп тұрған биіктіктің 50% деген сөз. 50%. Ал егер 100 view height десек, 100 дейік. Біздің көріп тұрған биіктіктің 100%-ын алды view height. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, width-ді да мысалы сөйтіп істеуге бола ма? Иә, ода да істеуге болады. Ол жерде уже процент емес, view width деген қолданамыз. Тура жаңағыдай view, бірақ width. Көріп тұрған экранның, view деген көру, көріп тұрған экранның 50%-ын ал деп тұр бізге. Біз тек қана div-ке бере алмаймыз, мынаның бәрін картинкаға да бере аламыз. Кез келген жерде, кез келген элементке бере аламыз. Картинкамыз ұлғайып, біздің 50% ұзындықты алды және 100% биіктікті алды. Сонда бізде 3 түрі бар екен. Өлшемдерді берудің процент, пиксель және view width пен view height. Сонымен жалғастырайық. Бізде енді мәтіндерге көшеміз. Мәтіндерге көшпес бұрын біз дайындап алайық. Бізде параграф қолданамыз. Бұл жерге текст жасайық. Текст. Image-ді әзірге біз комментарий алып қойып, онымен әзірге жұмыс істемейміз. Жаңартайық. Бізде осындай қарапайым текст пайда болды. Біз тек тексттерді сол жаққа қарай жасамаймыз, оның туралауын. Оны ортаға келтіруге болады, оң жаққа келтіруге болады. Соларды енді жасап көрейік. Параграфқа класс береміз әрине. P1 болсын. Текст align береміз. Текст align ортаға келтіру үшін әрине центр. Текст ортаға келді. Енді оң жаққа келтіретін болсақ, right-қа береміз. Right оң жаққа жіберді. По умолчанию ол left болады. Текст align left сол жақта тұр. Мен left жазбасам да болады, себебі ол по умолчанию. Яғни одан кейін төртіншісі justify деген бар. Justify ол текст бірнеше жолын бірдей өлшемде қылады. Мысалы бізде Word-та бар ғой, 3 түрі бар, сосын төртіншісі бүкіл текстті бірдей ұзындыққа келтіру. Justify, мынаны оқып алсаңыздар болады. Бұл жаңағы біздің журнал газеттерде қарасаңыздар бірдей ұзындықта болады бүкіл текст. Ары қарай кеттік. Font size, қарып өлшемі. Font size бізде қараңыздар. Текст кішкентай, оны сәл үлкейту үшін әрине font size қолданамыз.
Font size бізде по умолчанию ол 16, енді 32-ге өзгертіп көрейік. Міне 2 есе үлкейіп, біздің көзімізге үлкен болып көрініп тұр. Font size-ға кез келген пиксель беруге болады. 100 пиксель берсек те болады. Ол үлкейтіп көрсетеді. Мысалы 8-9 пиксель берсек те болады, өте кішірейтіп тастайды. Өте кішкентай текст. Әрі қарай кеттік. Font weight бар. Font weight деген не? Мынаны кішкене 32 бола берсін. Мысалы, мына текст қарасаңыздар, орташа текст. Ал кейбір тексттерді қарасаңыздар, олар мысалы, мынау жуан текст, мынау орташа текст. Енді бұл font weight осыған жауап береді, жуандығын. Bold деген сөзді қояқ, bold деген жуан деген сөз, жаңартамын, және бізде жуан пайда болды. Бізде сөзден басқаша сөз ғана беру емес, font weight-те стандартты беруге болады. Әзірге сөздерін қарайық. Bold деген бар, normal деген ол қарапайым жаңа орташасы, bold жуан, bolder деген одан да жуан. Мен қазір bolder деп жазып көрейін, бірақ менде ол орындалмайды, себебі менде қараңыздар. Текстінің стилі, текст Times New Roman тұр. Times New Roman ол ода bolder деген стиль жоқ. Басқа да қаріптерді қарасаңыздар, оларда bolder болу керек. Ары қарай. Lighter деген бар, ол жіңішкерек деген сөз. Енді санмен де береміз бұларды. Яғни 100 деген ол өте жіңішке, 900 деген өте жуан. Ортасында 400 деген ол орташа, және 700 дегеннен басталады, жуан басталады. Font weight енді біз жіңішке қойық, орташа қойық, ол үшін 400-ді жаздым, жаңартам, енді қарайым. Бізде жіңішке орташа болып қалды. 700 беріп көрейік санмен, бұл кезде де жуан болды. 900-де бере аламыз. Бердік. Бұл да жуан.